Қайырлы күн әріптестер. Жаңа оқу жылына сәттілік тілеймін. Бүгін біз бар кітапқа бас болған әліппе туралы және әліппенің бірінші сабағы мен оқушымын атты тақырыпты талдаймыз. Бұл сабақта не туралы айтамыз, оқушыларға нені таныстырамыз, сол туралы кеңірек мәлімет беріп өтсем. Әліппе өзімізге белгілі бар бастаудың бастауы, яғни ғалымның да, білімді президенттің де, барлық адамзаттың да негізгі ең бастысы осы бастапқысы әліппеден басталады. Ал енді әліппенің ішіне сөйлеу және сөйлем бөліміндегі бөліміне бірінші тақырыптар берілген. Соның ішіндегі біздің ең бірінші өтетін тақырыбымыз мен оқушымын. Мен оқушымын тақырыбы бойынша бірінші сабағымыз, содан бастаймыз. Яғни бұл бөлімде сөйлеу және сөйлем бөлімінде сөйлеуді балаларға машықтандыратын боламыз. Мен оқушымын тақырыбы бойынша сіз оқушыға жетекші сұрақ қойыңыз. Оқушы кім? Оқушы деген кім сен үшін? Мен және мектеп. Осы сұрақ бойынша бала тарқатып айтып бере ала ма сізге? Және оқушының міндеті деген не? Ұстаз деген кім? Осы жетекші сұрақтарды қою арқылы сіз өзіңіздің сабағыңызды ашып аласыз. Бала өзінің оқушы екенін, және оның өзінің міндеті бар екенін, мектеп алдындағы борышы және өзінің қандай міндеті бар, және өзінің сыныптастарына деген көзқарасы, сол туралы оқушы қысқаша мәлімет бере алу керек сізге. Кітабымызда жазылып тұрғандай, білім күні деп тұр. Білім күні қай күн? 1 қыркүйек. Неге 1 қыркүйек білім күні деп аталады? Өйткені ол барлық оқушылардың сабағын басталатын уақыты. Және тақтада Қазақстан Республикасының 3 негізгі басты рәміздері берілген: ту, елтаңба және әнұран берілген болатын. Енді біз бүгін осы әрбір берілген басты белгілерге байланысты қысқаша мәліметтерді оқушыларға ұсынатын боламыз. Сіз сабағыңызды қысқаша слайд ретінде дайындап алсаңыз болады, және де көрнекілік көрсету арқылы сабағыңызды өткізсеңіз болады. Қазақстан Республикасының туы, балалар, әлемдегі ең әдемі тулардың біріне жатады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы бұл автор Шәкен Ниязбеков. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы ортасындағы шұғылалы күн, оның астында қалықтап ұшқан қыран бейнеленген тік бұрышты көгілдір түсті мата. Тудың сабының тұсында ұлттық өрнек тік жолақ түрінде нақышталған. Күн оның шұғыласы, қыран және ұлттық өрнек бейнесі алтын түстес болып келеді. Тудың көгілдір бір түстілігі аспанның бұлтсыз таза күмбезін еске түсіріп, Қазақстан халқының бірлігі және бірлік жолындағы идеясын ұсынып отыр. Мемлекеттік жалаудың көгілдір аясы Қазақстан халқының жаңа мемлекет құруға ұмтылу ниетінің тазалығы мен көңілінің көтеріңкілігін білдіреді. Өз сәулесіне шомылған алтын күн тыныштық пен байлықты білдіреді. Күннен тарайтын шапақтардың саны барлығы 32. Ал енді бұл тудағы дала бүркіті қазақтардың жомарттығы мен қырағы екендігін, қазақтардың және де пейілінің биік екендігін танытады. Яғни қазақтардың бейбітшілікті сүйетін халық. Қазақтар еш уақытта бірінші болып соғыс бастамаған, тыныштықты, бейбітшілікті сүйетін халық екендігін білдіретін болады. Тудың ені ұзындығының жартысына тең. Және бұл туды қалай болса солай дайындалмайды. Туды дайындау үшін белгілі бір мемлекеттік стандарт бар. Және де осы тудың қауіпсіздігі, бұл Қазақстан Республикасының заңы бойынша ту қорғалады. Яғни біз өзіміздің көк байрағымызды еш уақытта қорлауға жол бермеуіміз керек. Яғни бұл ту біздің елдігіміздің егемендігін білдіретін ең үлкен белгінің
бірі болғандықтан туды барынша қорғауымыз керек. Балалар, айтыңдаршы, сендер осы Қазақстан Республикасының туын қай жерлерде кездестіресіңдер? Иә, осы жерде оқушыларыңыз сізге өзінің білетін ақпаратымен барынша бөлісуге тырысады. Сіз де өз ойыңызды айтасыз. Осы жерде сіз қолдарына, бала көрген арқылы есте сақтайды ғой, қолдарына Қазақстан Республикасының кішкене флажок туларын берсеңіз болады, болмаса суретін таратып берсеңіз болады. Бала суретті көру арқылы есіне сақтайды, қолына ұстайды, қолына ұстау арқылы бала көргенін тез-тез есте сақтайтын есімізде болсын. Және де сіз осы кезде балаға тудың авторы туралы мәлімет беріңіз. Бала бірінші сыныптың оқушысы есінде сақтай алмауы мүмкін, бірақ есінде сақтай алмаса да болашақта өзіне қажет болғандықтан жиі қайталана беретіндіктен қайталану процесінде балаға тез жатталатын сол есімізде болсын. Және де тудың түсі туралы, қыран туралы, күн туралы, ою туралы айтып өткен мәліметіңізді тағы да бір қайталап сұрап, не оқыды, не түсінді, соны бір қайталап сұрап алғаныңыз жөн. Енді сіз туды жаңағы Қазақстан Республикасының барлық атрибуттарының, елдігінің атрибуттарын слайд арқылы таныстырсаңыз болады, болмаса өзіңізге көрнекілік ретінде шығарып алып таныстырсаңыз, нұр үстіне нұр болады. Ал енді осы ту туралы өзіңіз білетін шығармашылықтармен таныстырып өтсеңіз болады, қысқаша өлең жолдарын оқысаңыз болады, ту туралы қысқаша мақал мәтел айтып өтсеңіз болады, болмаса туды оқушыларыңызбен бірге отырып талдап талқылайсыз. Атап өткендей түсі туралы, қыран ненің белгісі, мұнда оқушының өз фантазиясына байланысты алдыңызда отырған оқушыны көбірек сөйлету керек. Өйткені бөлім сөйлеу және сөйлем деп аталады. Яғни бала оқып жазуға әлі төселмегендіктен көбінесе сөздік қорын дамыту біздің негізгі мақсатымыз болып табылады. Сондықтан көру техникасын дамыту арқылы біз көп оқушымен осы ретте өте көп сөйлесу керекпіз. Тудың авторына тоқталасыз осы жерде. Тудың түр-түсіне және туды қай жерде кездеседі. Бала өзінің елінің туын қай жерде көріп жүр, мінекей соған байланысты өзі білетін мәліметтермен сізбен бөліседі, сыныптастарымен бөліседі. Бірін-бірі жаңадан көріп, жаңадан танысып жатқан оқушыларға сөйлеу арқылы, көрсету арқылы өзінің дағдыларын тез дамытамыз деген ойдамын. Және де осы жерде біз туымыздың өңірінде тұрған ою туралы айтып өтуіміз керек. Мінекей алдарыңызда тұрған өзіміздің тудың автор туралы қысқаша мәлімет атап өтесіздер. Автордың жеке өмірі туралы айтсаңыздар да болады. Туды жасау барысында қандай ойға жүгінді, қандай фантазияға жүгінді, қазақ халқының тарихын тереңнен зерттеп, еркіндік сүйгіштігін атап өткендігі туралы айтып өтесіздер. Туды қай жерде кездестіреміз? Туды күнделікті қолданылатын ақшада кездестіреміз. Қазақстанның ақша номиналдарының барлығының шетінде кішкентай ғана тудың бейнесі бар. Бала есіне сақтаса соны айту мүмкін. Барлық мемлекеттік мекемелерде біздің туымыз желбіреп тұрады. Және де Қазақстан Республикасының елшілігі шетелде болса, мінекей сол жерде де ту ілініп тұрады. Қазақстан Республикасының заңы бойынша туды өзіңіздің тұратын үйіңізге сақтасаңыз да болады, болмаса балконыңызға да іліп қоюға заңды түрде рұқсат берілгенін балаға басым түрде атап өтсеңіз болады. Бұл арқылы сіз өзінің отанын сүюге деген және өзінің байрағын сүюге деген сүйіспеншілігін арттырасыздар деген ойдамын. Келесі бір өте әдемі атрибут, бұл Қазақстан Республикасының елдігін, бірлігін білдіретін, бұл әрине біздің ел таңбамыз. Ел таңба деп өзінің аты айтып тұрғандай, бұл елдікті білдіреді, елдің таңбасы деген мағынаны білдіреді. Елтаңба мемлекеттің басты рәміздерінің бірі. Елтаңба, герб термині
неміс тілінен аударғанда мұра деген сөзінен шыққан болатын. Мемлекеттің мәдени және тарихи дәстүрін бейнелейтін символдық мәні бар үйлесім пішіндер және заттардың мирастық ерекшелігін білдіреді. Ал Қазақстан Республикасының елтаңбасы 1992 жылы ресми түрде қабылданған болатын. Оның авторлары белгілі сәулетшілер Жандарбек Мәлібеков және Шота Аман Уәлиханов. Қазақстан Республикасы мемлекеттік елтаңбасы дөңгелек нысанды. Бұл ұлы дала көшпенділері айрықша қасиет тұтқан өмір мен мәңгіліктің символы. Мемлекеттік елтаңбаның орталық элементі көгілдір түс аясындағы шаңырақ, киіз үйдің жоғары күмбез тәріздес бөлігі. Шаңырақта айнала күн сәулесі секілді тараған оқтар шаншылған. Шаңырақтың оң жағы мен сол жағына аңыздардағы қанатты пырақтар бейнелесі орналастырылған. Жоғарғы бөлігінде көлемді 5 бұрышты жұлдыз, ал төменгі бөлігінде Қазақстан деген жазу бар. Жұлдыздың, шаңырақтың, уықтардың, аңыздардағы қанатты пырақтардың бейнесі және сондай-ақ Қазақстан деген жазу, бұның бәрі алтын түстес белгімен бейнеленіп жазылған болатын. Көк күмбезін еске салатын және Еуразия көшпенділерінің дәстүрлі мәдениетінде тіршіліктің негізгі бастауының бірі болып саналатын шаңырақ киіз үйдің басты жүйе құраушы бөлігі. Республиканың мемлекеттік елтаңбасындағы шаңырақ бейнесі еліміздегі мекендейтін барлық халықтардың ортақ қонысы екендігін білдіреді. Яғни бұл елтаңба бұл бір тұтас отанның бейнесі. Шаңырақтың мықтылығы мен беріктігі оның барлық оқтарының сенімділігіне байланыстылығы секілді, Қазақстанда бақытқа жету әрбір азаматтың аман есендігіне байланысты. Аңыздағы қанатты тұлпарлар мемлекеттік елтаңбадағы өзекті элемент болып саналады. Баяғы замандағы тұлпар бейнелесі батылдықты, сенімділікті және ерік күшін танытады. Пырақтың қанаты Қазақстанның көп ұлтты халқының қуатты және гүлденген мемлекет құру туралы ғасырлар бойғы тілегін аңғартады. Олар шынайы ой арман мен ұдайы жетілуге және жасампаз дамуға ұмтылыстың көрінісі болып табылады. Сонымен қатар арғымақтың алтын қанаттары мен алтын масақты еске салады. Қазақстандықтардың еңбексүйгіштігін және еліміздің материалдық деңгейін, игілігін танытады. Өткен ғасырларда мүйіз көшпенділердің табынушылық ғұрыптарында сонымен қатар жауынгерлік тудың ұшына орнату үшін белсенді пайдаланған болатын. Көктің сыйын, жердің игілігін, жорықтың жеңісін әртүрлі жануарлардың мүйізі арқылы бейнелеу көптеген халықтардың символдық композицияларында елеулі орын алады. Республикалық елтаңбаның тағы бір деталі 5 бұрышты жұлдыз. Бұл символды адамзат ежелгі заманнан бері пайдаланып келеді. Ол адамдардың ақиқат сәулесінде барлық игілікті аңсауға және мәңгілік құндылықтарға деген ұдайғы ұмтылысын білдіреді. Мемлекеттік елтаңбада жұлдыздың бейнеленуі қазақстандықтардың әлемнің барлық халықтармен ынтымақтастық пен серіктестік орнатуға ниетті ел болуға деген талпынысын танытады. Қазақстан тұрғындарының жүрегі мен құшағы 5 құрлықтың өкілдері үшін қашанда ашық. Елтаңбада қолданылған негізгі түс алтынның түсі. Бұл байлықтың, әділдіктің және кеңпейілділіктің символы болып табылады. Сонымен қатар көгілдір аспан түстес тудың түсі алтынның түсімен үйлесім тауып, ашық аспан, бейбітшілік және бақуатты тіршіліктің ұғымдарын танытып тұр. Біздің елтаңбамыз дәл өзіміздің ту сияқты заңды түрде қорғалған және оны еш уақытта аяққа басуға және де оған зақым келтіруге заңды түрде тыйым салынған. Яғни әрбір елтаңба заң жүзінде қорғалады. Мінекей алдарыңызда тұрған елтаңбаның авторларының бірі, әрбір авторына жеке-жеке тоқталып қысқаша мәлімет беріп атап өтсеңіз болады. Шота Аман Уәлиханов пен Жандарбек Мәлібеков туралы қысқаша мәліметтерді балаларға суретін көрсету арқылы ұсына аласыз. Елтаңбаны да
кішкене бейнесін шығарып алсаңыз болады, болмаса өзіңізде болса оқушыларды жинап соны көрсете отырып балаларға таныстырсаңыз нұр үстіне нұр. Өйткені бала атап өткендей көру, қолмен ұстау арқылы барлығын есте сақтайтын айтқым келеді әріптестер. Енді барлық негізгі пәннің осы Қазақстан Республикасының 3 басты белгісінен елдігінің көрсеткіші ретінде басталғандықтан ерекше мән беріп балаларға шататуға тырысқандарыңыз жөн. Және де елтаңба қай жерде кездеседі, балалардың есіне бірден сап етіп түсетіні ол. Әрине тиындар қолдарына ұстайтын. Осыны тиынды айту арқылы, тиындағы елтаңбаның белгісін айту арқылы сіз балаларды ұқыпты болуға үйретесіз. Яғни тиынды қалай болса солай тастауға болмайды. Өйткені оның артында біздің еліміздің елтаңбасы бейнеленген. Яғни тиынды қалай болса солай ұстап, жерге тастап, қоқысқа лақтыруға болмайды. Сабағыңыздың негізгі басты бөлігін сіз әнұранмен бастасаңыз болады. Өйткені 1 қыркүйек күні мектепте, барлық мектептерде әнұрандар ойнатылады. Сіз енді балаларға әнұран туралы қысқаша шағын ғана мәлімет беріп өтуіңіз керек. Гимн мемлекеттің басты рәміздерінің бірі. Бұл гимн деген грек тілінен енген сөз, қазақша аударғанда салтанатты ән деген мағынаны білдіреді. Тәуелсіз Қазақстанның тарихында еліміздің мемлекеттік гимні 2 рет 1992 жылы және 2006 жылдары өзгертіліп бекітілген болатын. Ал бұл гимн құрынан құры жазылмайды. Бұған үлкен республика бойынша жарыстар, байқаулар жарияланатын болады. Соған қайсыныкі үздік болады, қай автордікі, композитордікі, соны барлық елдің әнұраны, салтанатты әні ретінде бекітетін болады. Қазақстан Республикасының алғашқы гимнінің музыкасының авторлары Мұқан Төлебаев, Евгений Брюсловский және Латиф Хамиди екенін бәріміз білеміз. Ал енді осы салтанатты әннің сөзін жазған кімдер? Мұзафар Әлімбаев, Қадыр Мырзалиев және Тұманбай Молдағалиев, Жадыра Дәрібаева. Осы кісілер конкурсқа қатысып отырып жеңіп алған болатын. Ал енді қазіргі өзіміздің әнұранымыздың авторларына қысқаша тоқталып өтсек, 2006 жылы жаңа гимн қабылданған болатын. Оның негізі ретінде халықтың арасында кеңінен танымал "Менің Қазақстаным" патриоттық әні таңдап алынған болатын. Ол әнді Шамшы Қалдаяқов 1956 жылы Жұмекен Нәжімеденовтың сөзіне жазған болатын. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев әнге мемлекеттік гимн жоғарғы мәртебесін беру және анағұрлым салтанатты шырқалуы үшін музыкалық туындының бастапқы мәтінін сәл өңдеген болатын. Қазақстан парламенті 2006 жылы 6 қаңтарда палаталардың бірлескен отырысында мемлекеттік рәміздер туралы жарлыққа тиісті түзету енгізіп, еліміздің жаңа мемлекеттік гимн бекіткен болатын. Осы орайда сіз гимнға кішкене қысқаша мәлімет беріп өттіңіз. Балаларыңызбен бірге гимнді талдасаңыз болады. Болмаса қай жерін біледі, қай жерін білмейді. Соны талдап, талқылап балаларыңызбен бірге жаттап алуға да көңіл бөлсеңіздер болады. Әрине аз уақыттың ішінде бәрін енгізіп, айтып үлгеруге тырысасыздар. Және алдада да бұл 11 сынып бітіргенге дейін бірге жүретін мәліметтер болғандықтан, бұл мен де алдағы уақытта да көп жұмыс істей бересіздер деген ойдамын. Бұл жердегі әліппенің бірінші тақырыбында тек қана оқушы мен мұғалімнің сөйлеуіне басым бағыт берілген болатын. Әліппенің жазу дәптерімен де жұмыс жасауды ұмытпаймыз, әріптестер. Жазу дәптерге де көңіл бөлеміз. Бала жазуды машықтанады, және кітабымыздың соңғы жағында тұрған QR кодпен де жұмыс істейміз. Бірінші сыныптың оқушысына үйге тапсырма берілмейтін болғандықтан,
енді сіз QR код, QR әдісін пайдалану арқылы не берілген ашып көрсеңіз болады, болмаса ата-анадан көмек сұрау арқылы жаңағы QR-ды ашып ішіне не берілгені туралы мәліметтерді жинап ала аласыз. Енді сізге осы сабақта слайд керек, 3 рәміздердің белгісі туралы көрнекіліктер керек. Соларды дайындап сабағыңызға өте жақсы көңіл күймен кірісесіздер деген ойдамын. Бірінші сабақ мен оқушымын сабағын мен өзім еркім бойынша осылай өткізетін едім. Енді барлық оқушының қабілетіне, қасиетіне байланысты сәттілік тілеймін.